Добрый день еще раз, Тяньши. Мне очень приятно быть номинантом в 3000 певей. Наставником моим является почетный член правления Садыкова Салима, который безмерно благодарен за свое развитие. Когда-то я работал врачом, и очень редко давали зарплату, это в 94-е годы. Зарплату платили редко и небольшую. В 94 году она составляла около 2000 тенге. Когда-то я хотел себе приобретать какие-то вещи, и я не мог себе этого позволить. Я хочу поблагодарить в своей жизни председателя правления компании Тяньши господина Ризюаня, поблагодарить компанию Тяньши за то, что предоставила мне такую возможность в жизни состояться. Мои родители были очень успешными людьми, но я никакого отношения к их успеху тогда не имел. И меня отец всегда спрашивал, что ты делаешь в своей жизни, чтобы как-то состояться. Большое спасибо компании, большое спасибо моей команде, что когда-то пошла за мной. И мой путь жизненный, идя рука об руку с компанией Тяньши, мне открывает новые будущее, новые перспективы, новые цели, новые мечты. Спасибо большое команде, спасибо большое компании, спасибо большое всем, спасибо большое наставнику. Я низкий поклон, я низко кланяюсь компании за ее качество продукции. Компания производит такую продукцию, которая помогла выздоровлению моему племяннику. У него очень было слабое здоровье, были слабые кости, частые переломы. У меня сестра недавно сказала моей маме: ты пей больше эту продукцию, потому что мой сын выздоровел. Спасибо большое, компания Тяньши. Спасибо, Бауржан. А слово предоставляется Каукаровой Ленгиз. Hayırlı gün, Tяньши компаниясындағы менің жанұям. Сіздерге Ақтау қаласынан жалынды сәлем. Мен Каукарова Тілектес Төлегенқызы, жасым 57-де. Мені әке-шешем балалық шағымда барлық мүмкіндікті жасап өсірді. Ешқандай қиыншылық көрсеткен жоқ. 10 жылдықты бітіріп, үлкен жоғарғы оқу орнына түсіп, бір мамандық иесі болсам деген арманым болды. Бірақ ол арманым орындалмады. Бұрынғы кезде жігіттер өзінің ұнатқан қызын ұрлап алып қашушы еді ғой. Менің де жолдасым әй-шайға қарамай мені ұрлап кетті емес пе? Сөйтіп қарапайым отбасының келіні болдым. Бірақ мен өзімді жоғарғы оқу орнын оқыған адамдардан төмен санаушы едім. Өзіме деген сенімім төмен болды. Өмір өтіп жатты. 4 баланың анасы болдым. Балаларым өсіп жатыр. Осы балаларды қалай жеткізсе екен, қалай оқу орнына түсіріп, мүмкіндік жасаса екен деген менде үнемі ой қозғалатын. Жолдасым екеуміздің табысымыз аз болды. Сөйтіп жүргенде өзім қатты ауырдым. Фиброзный кистозный мастопатия деген диагноз қойды. Осы Тяньши компаниясының өнімдерін пайдаланып, керемет нәтиже алдым. Содан кейін табыс табу жағын ойлана бастадым. Өзімнің тәлімгерім Оразова Айжамал ханым осы компанияның маркетинг планын көрсетіп, таныстырғанда қатты қызықтым. Сол күннен бастап Тяньши компаниясының беріп жатқан барлық мүмкіндіктерін жібермей істей бердім. Өзімнің компаниядан бірнеше рет мотивациялық программасы бойынша премиялар алдым. Өзімнің ел көрсем, жер көрсем деген армандарыма жеттім. 4 балама 4 үй алып бердім. Барлық жағдайым жақсарды. Жоғарғы білімім болмаса да, осы бизнесінің арқасында өзіме деген сенімім күшейді.
тек сонда ғана өсесіңіздер. Армандарыңыз биік, талаптарыңыз таудай болсын. Сіз